Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз бойкот, сайлау, тәуелсіз бақылау, президент сайлауына дайындық қалай жүріп жатыр деп аталады. Қонақтарымыз тәуелсіз бақылаушылар Ғалымжан Оразымбет, Ғазиза Әмірбек және Бесжан Төлеубекұлы. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы әңгімемізді осы президент сайлауына дайындықтан бастасақ, міне 9 күн қалды. Қазір үміткерлер, кандидаттар үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы сіздерге сайлаудың дүбірі сезіле ме? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Сіздердің аудандарыңызға келді ме? Тұрғылықты жерлеріңізге брошюра таратып дегендей. Менің ауданыма, менің үйіме ешкім келген жоқ әлі күнге дейін. Қазір 9 күн қалды. Ғазиза апай, сізден бастайық. Сәлеметсіздер ме? Менің үйіме де, кеңсемізге де, алдымызға да әлі ешкім келген жоқ. Әлі үгіт насихат жүргізген жоқ, көрген жоқпыз әлі. Тек қана ұялы телефоныма келді, сайлаудан өзі сайлау участоктарыңызды тексеріңіз деген хабарлама болды. Ғалымжан. Менде де сол жағдай. Біздің ауданда, мен өмір сүретін жерде ешқандай сайлау байқалмайды. Әрине көшеге орнатып қойған, былай сәл үйден алысырақ шықсақ щиттер бар, стендтер бар. Сол жерде кейбір кандидаттардың жаңағыдай плакаты жабыстырылған. 2-3 кандидат толық емес. Жалпы ешқандай кандидатты мен өз ауданымнан, өзім өмір сүретін жерде байқаған жоқпын. Бесжан. Бұл сайлау Қазақстанның халықтың арасында емес, тек әлеуметтік желі мен қабырғада ілініп тұрған суреттерге қарап қана білеміз сайлау болып жатқанын. Халық арасында, өзіміздің маңайымызда ешқандай сайлаудың әсері жоқ жалпы. Жалпы енді қазір осы уақытқа дейін, осыған дейін болған сайлауларда да, қазір де азаматтық қоғам өкілдері арасында, оппозицияда, бақылаушылар арасында, белсенділер арасында дау туындайды. Сайлауға бойкот жариялаймыз ба, немесе тіпті бұндай қуыршақ кандидаттар қатысып жатқан сайлауды бақылаудың қандай қажеттілігі бар дегенде пікірлер айтылады. Сіздер енді тәуелсіз бақылаушысыздар. Бұған дейінгі сайлауда, мысалы үшін 2019 жылғы сайлауда бір интриганың бір имитациясын қосанып жасады. Оппозицияның атынан сайлауға түсті. Енді ол кезде түсінікті болды, кімнің дауысын қалай санау керек, кімнің дауысын кім жақта қорғап шығу керек дауысты дегендей. Қазір енді қарасаңыз, тіпті қосанып екі болатында кандидат жоқ. Бүгін бар кандидаттар ертең тіпті атын ұмытып қалады. Сіздердің ойларыңызша қазір осы сайлауды бақылаудың қаншалықты қажеттігі бар? Бесжан, сізден бастайық. 2019 сайлауда мен бақылаушы болған жоқпын. Ол кезде жаңағы бойкот деген санында бар ғой, бізде қатар жүретін. Сол санында болып, митингке шығып, қамалғандардың қатарында болдым мен. Ол уақытта шығып қамалдым мен. Бақылаушы боласыз ғой, биыл да парламенттік сайлау, референдум сайлау, жалпы соңғы 4 сайлау міне. Ауыл сайлауы бар, бақылаушы болып, тәуелсіз бақылаушылар ұйымының атынан. Енді қазір байқаймыз, Тоқаев бұрынғы қателікті жасап жатқан жоқ. Burada біздің қоғам емес, Ақорда қателікпен жұмыс жасаған сияқты. Енді шынымен де Тоқаев өзінің деңгейлес Жигули қарақаттарын тапты. Өзінің деңгейіндегі адамдарды тауып, өз деңгейлес адамдармен президенттік сайлауға түсінді. Ешқандай неме жоқ, қошемет жоқ қой сайлауға. Жалпы бұндай сайлауда қаншалықты бақылаудың қаншалықты қажеттігі бар деп ойлайсыз? Burada тек мен өз тарапым, мен мысалға бұл сайлауға бойкот, белсенді бойкот, мен дауыс бермеймін. Өйткені менің үміткерім жоқ, мен бірақ өзім сияқты және өзге де дауыс бермейтін адамдардың дауысын қадағалаймын. Олардың дауысы, келмеген адамның дауысы келді болып есептеліп кетпесін. Өтірік пайыздарды құрастырып, Тоқаевқа пайызын арттыруға көмектесім келмейді. Наразылығымды осылай жеткізгім келеді жалпы. Өйткені біз білеміз ғой, мен басқа сайлаулардан алған тәжірибе, бізде бақылаушы болды, мысалға, бір көшенің бойында 2 участок. Біз отырған участкіде 400 адам кеп дауыс берді. Жанымызда біздің бақылаушы жоқ, болмаса басқа да тәуелсіз бақылаушылар жоқ. Ол жақта 1800 адам дауыс берді. Бұл күмән тудырады, мысалы. Бір көшеде қалай
мына жақта белсенділік аз, 400 адам келіп дауыс береді, мына жақта 1800 адам дауыс береді. Сол сияқты бұлар қолдан пайызды өсіреді. Және биыл тағы да бір алдап қақпан бар ғой, ана барлығына қарсымын деген. Ол да явканы көбейтеді ғой. Оның ешқандай күші жоқ. Сол үшін мен бұл сайлауда тым болмаса халық сайлауға келмегенін, сол арқылы өздерінің наразылығын білдіріп, бұл сайлаудан бас тартқанын көрсеткім келеді. Пайыз аз мөлшерін дәлелдегім келеді. Белсенді бойкот, сонда сіз белсенді бойкотты тәуелсіз бақылаушы ретінде жүзеге асырасыз ғой, иә? Иә, сол учаскеде отырып, кешке дейін отырып, протоколды қолыма алып шығып. Түсінікті. Ғалымжан, сіздің ойыңызша, жалпы бұндай сайлауды бақылау қаншалықты тиімді немесе қажет? Жалпы сайлауды бақылау, менің ойымша, бұл сайлаудың сипатына байланысты емес. Яғни таза шынайы конкуренция бар, немесе сайлаудың имитациясы болсын болмасын, қандай жағдайда да ол сайлауды бақылау керек. Сайлауды бақылау ол тек әділ өтуін қамтамасыз ету емес ол жерде. Жаңа Бесжан айтып өткен мәселелер өте орынды. Әр дауыс берушінің шынайы дауысын қорғаушы рөліне де кіресің сол кезде. Яғни сенің әр сайлаушының берген дауысы адресатына жетуі керек. Егер бәріне қарсымын деп дауыс бердің, оған да баруы керек. Егер мысалы үшін қандай да бір кандидатқа, мүмкін көпшілік қолдамайтын кандидатқа берілді ме, оны да қорғау. Яғни сайлаушының дауысы қалай дұрыс саналуын ескеру керек. Екінші жағдай, бұл жерде бір мәселе бар. Жаңа явка мәселесі, адамдар қаншалықты көп келеді деген сияқты. Бұл айналып келгенде біздің ақшамыз. Яғни қазір сайлауға 200 мың адам келіп, оны 1 миллион адам деп жазып жіберетін болса, келесі сайлауға дейін, кешірмеден бұл енді президент сайлауына қатысы жоқ, парламент сайлауына қатысты, сәл басқа сайлау оны енді кіріспей ақ қояйық, бюджет темасына қарай. Тағы бір мәселе бар, әр сайлау ол бірінші кезекте тәжірибе. Жаңадан бақылаушы болған адамдар бар, келесі сайлауда ол уже сайлауды бақылаған тәжірибесі бар адам болып шығады. Екіншіден, әр сайлау ол сайлау туралы заңнаманы жетілдіруге бір нақты мысалдар, кейстер алып шығатын жер. Қазір сіз бардыңыз, егер конкуренция жоқ болса, ол сайлауда барлығы таза өтеді, немесе тіпті биліктің өзі біз ақыры ешқандай конкуренция жоқ, оп-оңай жеңеміз деп, мысал үшін, ол сайлауды әділ өткізуіне кепіл бола алмайды. Бәрібір ол жерде заң бұзылды ма? Қандай заң бұзылды, және ол қаншалықты жүйелі бір учаскеде болған нәрсе ме, әлде бүкіл Қазақстанға ортақ, Қазақстанның барлық учаскесінде болған кемшіліктер ме? Соны саралап, зерделеп, содан кейін ары қарай заңнамадан кемшіліктер бар болып жатса, оны ұсыну керек. Біз мына сайлауда осындай кемшіліктер анықтадық, оның кемшіліктің түп-төркіні заңнан өсіп шығып отыр, демек заңның мынау нормасын өзгерту керек, жетілдіру керек деген сияқты. Сондықтан қандай жағдайда болса да бақылау керек. Ғазиз апай, сіздің ойыңызша? Енді менің ойымша сайлауға міндетті түрде бару керек, бақылау керек, өйткені 30 жыл бойы сайлаулар өтіп атты, билік мынау қатысушылар 97%, дауыс берушілердің құрамынан құралды, белсенді қатысты халық деп, неше түрлі құлаққа кірмейтін болмаса миға кірмейтін пайыздарды көрсетіп жатты. Бірақ соңғы мынау 3 жылда, 2019 жылдан азаматтық қоғам сәл болса да қызығушылық сайлауға көрсетті. Және де мынау біздің қоғамда, саяси қоғамда, азаматтық қоғамда тәуелсіз байқаушылар деген өзі сондай азаматтық қозғалыс пайда болды. Әрине, жаңағы әріптестермен толық келісем, осы тәуелсіз байқаушылар қозғалыс пайда болғалы бері орталық сайлау комиссия әртүрлі бөгеттер қойып жатыр, нормативті акты, нормативті заңдар үйісіп тұрып жатыр. Біз оның бәрін жұмыс істемейтін заңдар және басты мынау конституциямызға және де мынау сайлау туралы конституциялық заңымызға сәйкес келмейді, азаматтардың құқығын шектейтін деп біз енді оны қоғамға да билікке де көрсетіп жатырмыз. Неше түрлі әрекеттер енді жасалды, мынау парламенттік сайлауда да 10 қаңтар күні болған 20-шы жыл біз білеміз. Референдумде де Бекжан айтқандай, бізде де Астанада сондай қызықты жағдайлар болды. Бір көшеде емес, бір мектептің өзінде
тәуелсіз байқаушылар бір мектепте 2 сайлау участокі болады да, үлкен мектептерде, үлкен участоктерде. Сол біздің бір ғимараттың ішінде біздің тәуелсіз байқаушылар отырған жерде хаттама, мынау явка дейміз ба, соның 57%-ын көрсетті. Ал тәуелсіз байқаушы отырмаған сол бір ғимараттың ішіндегі келесі сайлау учаскінде явканы 78% көрсетті. Ол қалай болды? Сол кезде бір ғимаратқа кіріп жатқан адамдардың шынайы явкасы 57 деп санауға болады деп біз дау көтердік, жолдадық. Сонымен тәуелсіз бақылау дегеніміз кім, не үшін керек деген әр адам өз-өзіне сұрақ қойса, мен былай жауап беретін едім. Ең біріншіден сайлау мәдениетін көтеру, ең басты саяси дода біздің қоғамда ол сайлау. Біздің таңдауымыз, біздің сайлауымыздан болашақ біздің еліміздің, жеріміздің, біздің саяси бағытымыз, экономикамыздың бәрі соған қарайды. Ал енді бәрібір де сайланатын адам белгіледі ғой деп үйде жата берсек, онда билік өзіне ыңғайлы пайыздарды басқанда білгенін ары қарай істей береді. Сол себептен қоғамда дауыс беруші, сайлаушы және бақылаушы болуды үйрету керек. Енді дәл мынау қазір 20 қарашада болатын президенттік сайлау туралы айта кетсек, рас, мынау президентке, Тоқаевқа қарсы тұратын сондай керемет саяси оппонент болатын бірде-бір адам жоқ. Әуелі олардың атын да жөнінде танымаймыз. Қай жақтан пайда болған, қандай ұйымнан, қоғамда қандай олардың ұстанымы да, программалары да бізге танымсыз. Оны дүниежүзінде қоғамда біліп отыр. Бұл сайлауда жеңіске кім жететін дегенмен, бейжай қарамай үйренейік. Мүмкін келесі сайлауда Тоқаевқа, я болмаса осы билікке қарсы тұратын ұлтым, жерім, елім деген жақсы оппонент шығар, мүмкін саяси оппонент. Сол кезде қоғамда, халықта өзінің дауысын қорғауға және әділ сайлау өтетініне заңды жолдармен дайын болу үшін осы бақылаушы болуға қатарларына мен шақырамын. Өйткені өмір осы сайлаумен тоқтамайды. Бізде 2 жыл сайын, 3 жыл сайын президент сайлап үйреніп қалған халықпыз. Сол себептен әрқашанда әрдайым дайын болып тұруымыз керек. Әр адам өзінің сайлаудағы құқықтарын, міндеттерін білу тиіс қоғамда. Бұл енді мүмкін пафос дейме, орысша айтармын қазір, бірақ әр адамның, Қазақстандағы әр тұрғынның өзінің дауысын қорғауын білу керек. Және қалай дауыс беру керек екен білу керек. Және де сол дауысты ертең шынайы түрін сол хаттама ретінде көрсетуді білу керек. Вот мен соған шақырамын. Рахмет. Түсінікті. Жалпы енді осы тәуелсіз бақылаушылар институты 2019 жылғы президент сайлауынан кейін өте үлкен күш болып келді ғой саяси алаңға. Бірақ кейіннен билікте ол уақытта оны күтпегендей болды. Бірақ кейінгі сайлауларда билік оны ішінара тәуелсіз бақылаушылардың өзін бөлшектеп тастады. Тіпті сайлау сайын өздеріне ыңғайлы жұмыс жасайтын ұйымдар құра бастады. Қазір де тіпті бірнешеу құрылды. Біз осы бағдарламаға дайындалу барысында сол ұйымдардың өкілдеріне телефон шалып шақырған едік. Бірі бастапқыда келісіп, кейіннен бас тартты, кейбіреулер телефонды алған жоқ. Жалпы енді қазір Қазақстанда 10 мың участок бар десек, сайлау учаскесі, тәуелсіз бақылаушылар осы сайлау учаскелерінің қанша пайызға жабылады? Осы үшін әңгіме қозғасақ. Қазіргі сайлауда, осы сайлауда, алдағы сайлауларда тәуелсіз бақылаушылар қаншалықты үлкен саяси күш бола алады? Немесе сайлаудың өту процесіне ықпал ете алады? Рамзан. Бұл жерде қазір сайлау болғанға дейін қанша бақылаушы шығара аламыз, қанша участок қамтай аламыз деп, тіпті ұйымдар өзінің қамтай алатын участогын толық айта алмайды деп ойлаймын, басқа ұйымдарды айтпағанның өзінде. Оған бірнеше себеп бар. Біріншіден әлі дайындық жүріп жатыр, бақылаушыларды оқытып жатыр, және сайлау 20 қарашаға дейін қанша бақылаушы дайындап шығатынымызды біз әзірге білмейміз. Біріншіден.
Екіншіден, рас айтасыз, 2019 жылғы сайлауда билік ондай дәл бақылаушылар жақтан ондай белсенділік күткен жоқ. Белсенді болады деп, және келесі сайлауларға оны да ескеріп дайындала бастады. Соның дайындығының біреуі бұл тәуелсіз бақылаушыларды участокке дейін жеткізбеу әрекеттері. Қинау, қысым жасау, отбасына келіп қысым жасау, ата-анасы арқылы, туыстар арқылы қысым жасау, тіпті жаңағындай түрлі заң жағынан сенің проблемаларың болады деген сияқты. Яғни бұл жерде айтайын деп отырғаным, біз сайлауға дейін дайындаған, оқытқан бақылаушыларымыздың өзі жартысынан көбі 2021 жылғы сайлауда участокке барған жоқ. Бір күн бұрын мүлдем телефонын өшіріп қашып кетті, немесе айтты, маған қатты қысым жасалып жатыр, кешіріңдер, мен ондай неге рисктерге бара алмаймын деп. Сондықтан бұл санын нақты ешкім айта алмайды деп ойлаймын. Биылға қысым бар, әрине әртүрлі ұйымдар қандай да бір кедергілер, бір сондай нелер туралы айтып қалып, жазып қалып жатыр. Бірақ әзірге қатты кіріскен жоқ. Мүмкін билікте де сондай нелер бар. Билік енді әр сайлаудан қорытынды жасайды, ол өзіне келетін тәуекелді ескереді. Сондықтан басқаша тәсіл айла дайындап отырған шығар. Сондықтан дәл қазір тәуелсіз бақылаушыларды участокке жеткізбеу, жібермеу сияқты әрекеттер әзірге басталған жоқ. Алда болатын шығар ол. Сондықтан дәл қазір мен сізге қанша пайызын немесе қосымша санын қамтып бере аламын деп айта алмаймын. Өткен сайлауларда болған кедергілер жөнінде айтып бересіз бе? Жалпы енді біз көргеніміз тіпті бақылаушыларға қарсы қойған кездерде болды ғой. Өзге ұйымның бақылаушысы тәуелсіз бақылаушыларға. Бұл енді 2021 жылғы сайлауда өте қатты қолданылды. Участоктың өзінде. Парламент сайлауында участоктың ішінде түрлі арандатып, жаңағындай кедергілер келтіру ол болды. Оның енді бір шыңына жеткізген кезі бұл биылғы референдум. Референдум кезінде тіпті түрлі жаңа гонго ұйымдар деп айтады ғой, соның бақылаушыларын кіргізіп, тіпті сайлау учаскелерінен, жаңа референдум учаскелерінен, мысалы үшін тәуелсіз бақылаушыларды сол жаңағы жалдамалы деп айтсақ болатын шығар, тәуелсіз, тырнақшаның ішіндегі тәуелсіз бақылаушылардың толтырған актілерінің бұл заңға қайшы. Өйткені неге? Учаскеде кім шығып, кім шықпайтынын қалай болатын, соңғы шешімді қабылдайтын сайлау учаскесінің төрағасы, және ол тек қана бірінші кезекте заңға сүйену керек. Бір бақылаушының жаңа несіне емес, актісіне, соның көзқарасына емес. Сондықтан осындай формалар қолданды, және биылда ол форма қолданылады деп ойлаймын. Және тағы бір кедергі келтіруге тырысқан бір әрекет болды. Жақында осы 2 күн бұрын қабылданған сайлау туралы жаңа заңда сондай норма енгізбекші болды. Шетелдік ұйымдардан түрлі гранттар, қаржы алатын ұйымдарды бақылаушы ретінде аккредитациядан өткізбеуге негіз болады деген сияқты. Бірақ бәріміз өре түрегеліп, сол тәуелсіз бақылаушылар бар, түрлі ұйымдар бар. Бұған қарсы болғандықтан ол норманы алып тастады әзірге. Уақытша қазір ол нормасыз қабылдады. Және болашақта бұл норма қайтып келуі мүмкін. Және жаңа заңда тағы бір формулировка бар. Шетелдердің Қазақстан сайлауларына айырыласуына жол бермеу деген сияқты. Және бұл туралы біздің әріптестер Әділет министрлігінен сұраған кезде, нақты бұл норма нені білдіреді деген кезде нақты жауап берген жоқ. Шекарасы, нақты жаңағындай қолдану аясы нақтыланбаған, яғни бұл жерде билік бұл норманы өзінің қалауынша, өзінің көзқарасына, өзінің қалауына қарай қолданады деген, болашақта қолданады деген сондай бір қауіп бар. Енді бұрынғы сайлаудағы тәжірибелер ескеретін болсақ. Әзірге бұл сайлауда ғана қуанатын бір жайт, бұл нормалар бұл сайлауда қолданылмайды, өйткені ол қабылданған жаңа заң жаңа жылдан бастап күшіне енеді. Бірақ бәрібір тағы бір мәселе бар. 2021 жылғы сайлаудың қарсаңында 2020 жылдың желтоқсан айында қаулы шығарған сайлау участоктеріндегі жаңағы процестерді басқаруға арналған, жаңағы фото, видео түсіруге тыйым салу сияқты, және басқа да тәуелсіз бақылаушыларға бір орында отыру, участокке жаңағы жүріс-тұрысын, қозғалысын шектейтін сияқты қаулы. Және бұл қаулы күшін жойған жоқ. Референдум кезінде бұл қаулыны қолданған жоқ, аса қажеттік болмаған сияқты, бірақ күшін де жойған жоқ. Бұл қалай? Мына нәрсе ғой, егер біздің қолымызда ең бастысы құрал бар, қай кезде қолданамыз, ол құралды қай кезде шығарамыз, оны жағдайға қарай шешеміз деген бір әрекет деп бағалаймын. Басқа кедергілер туралы алдында айттым, жаңа тәуелсіз бақылаушыларды тікелей физикалық түрде қысым жасалау, бопсалау, қудалау әрекеттер ол 2021 жылғы сайлаудың алдында өте көп болды.
Жаңа енді шетелден қаржы алатын ұйымдарға тыйым салу деп жатсыз ғой. Кеше Азаттық радиосында мәжіліс депутаты Айдос Сарым оны шетелден қаржы алу бизнеске айналдырып алды деген пікір айтты. Сол есіме түсіп кетті, сізге қосып айтып жатқаным. Ал Бесжан, сіздің бір ойыңызша комментарий айтсам болады ма? Кешіріңіздер. Қарсы ол бизнеске айналдырып алды деп айту менің ойымша күлкілі. Не Айдос Сарым мырза ол гранттардың бюджетінен хабары жоқ, нақты жобаларға беретін, немесе біліп тұрып әдейі сондай бір ақпаратты бұрмалап бір манипуляцияға салынып отыр. Өйткені мен тәуелсіз жаңағыдай үкіметтік емес ұйымдардың саласында, азаматтық ұйымдар саласында, коммерциялық емес ұйымдар саласында 4 жылдан бері жұмыс істеймін, және оның бюджетін, жобаға бөлетін қаржы көлемін жақсы білемін. Дәл содан байыған ешкім жоқ. Үкіметтік емес ұйымдардың баю мүмкіндігі бар, ол енді мемлекеттің гранттарынан қаржы алып, өте көлемде қаржы алып отырған ұйымдар. Бірақ олар сайлауда ешқашан тәуелсіз бақылаушы болмайды. Айдос Сарым сол айтады, шетелден қаржы алудың қажеті жоқ, мемлекеттік ұйымдардан мемлекеттен қаржы алу қажет. Бірақ енді ол жерде тәуелсіздік мәселесі бар, ол енді өте үлкен тақырып. Бесжан, сіздің ойыңызша бұл жолғы сайлауда тәуелсіз бақылаушылар бір үлкен саяси күш бола ала ма? Оларға қандай кедергілер жасалады деп ойлайсыз? Ала алады, өйткені парламент сайлауда тәуелсіз бақылаушылар ұйымынан бізде 74 адам бақылаушы дәп сайлау күні куәлігін алып, өз учаскесіне барды таңғы 6-да. Бірақ өкінішке орай кейбірін түскі 12 кездерінде болмаса жалпы кешкі 8-ге дейін учаскеден 54 адамды учаскеден шығарып тастады түрлі себеппен. Соның ішінде мен де бармын мысалға. Бір түске таман аяқ ауыр адам келіп талып қалады, ойбай оған су беру керек, жаның ашып, сыртқа алып шығып ауа жұтыңыз деп жатқан кезде сайлау учаскесінің есігі жабылып қалады. Одан мен айналып басқа есіктен кіріп, мектепте есік көп қой. Басқа жақтан айналып кірсең, мына жақта бюллетень лақтырып үлгерген. Сондай бір мен олардың қылмыс жасауына бөгет болдым. Жалпы сол кезде мен қылмыскерлердің арасында отырғанын анық сезіндім. Жарайды, одан өтіп кеттік, әрі қарай мен енді өліп жатса да ешкімге көмектеспеймін деп отырдым. Тағы да кешкі сағат 8 жақындап еді, сайлау санақ уақыты. Сол кезде тағы да бір адам мен бақылаушы боламын деп ана жерге тіркелгендей болды. Рас тіркелді ме, оны мен тексере алған жоқпын. Жаныма отырды, бір кезде анау менің қаламыммен жазып отқан блокнотын тартып алды. Провокация жасап жатыр ғой. Артынша орнынан тұрды, мен айтам, әдейі жасап жатсыңдар ғой, болды, жарайды, мен ақ кешірім сұрай салайын деп. Бірақ сол кезде комиссия төрағасы телефонын қосып, мына екі азамат біздің сайлау процеске бөгет жасап отыр деп участковый шақырды. Участковый ол шығарамаған соң тағы да гражданка формада жаңа өздерінің кабинетінің ішінде отырған екен сөйтсе. Солар келіп көтеріп алып сыртқа шығарып тастады. Енді осындай қысымнан өтіп, келесі референдум сайлауда керісінше азаймай 100 адамға жеткен соң нәтиже болады деп ойлаймын. Сол сайлауда біз 23 дела бойынша сот арыз тастадық. Өкінішке орай оның сотталған ешқайсысы жоқ қой. Бірақ оның барлығы енді іс бола ма әйтеуір. Жалпы тарихта жазылып қалып жатыр енді осындай заң бұзушылықтар. Ұйым мойыған жоқ, керісінше азап пайда болады екен. Мойындатқызғың келеді. Өйткені сен бәрін дұрыс жасап жатсың ғой. Мемлекетіңе көмектесіп жатсың. Не оппозицияның жақтасы, не биліктің жақтасы емессің. Таза екі арадағы шынымен таңертең алынған бюллетень кешкісін шынымен кімге дауыс берді, соны санап қана отырсың. Болды. Ол қалыпты жағдайға айналу керек, бақылаушы деген. Сол үшін әр бақылаушы соңына шейін күресу керек шығар. Былтыр менің бақылаушы болмаған таныстарым, достарым осы міне президенттік сайлауда бақылаушы болмақ. Яғни ұйымда ақырын өсім бар. 74 бақылаушыдан 100-ге жетті. Міне осы сайлауда амандық болса, Алматы қаласының 2 ауданын жапсақ деген ой бар. Кем дегенде 2 ауданын. Одан мынандай практика болды бізде. Қатып қалды, естіліп жатыр ма, білмедім. Естіп тұр. Ана парламенттік сайлауда бізде тәжірибе аз болғандықтан, әрбір бақылаушының өзінің тұрғылықты орны бар ғой Алматы қаласы бойынша. Соған жақын жердегі учаскелерге жібердік. Яғни қала бойынша біздің бақылаушылар ыдыраңқы болды. Біреуі қаланың набасы ортасында. Ал осы референдум сайлауда ұйым арасында жиын жасап, ақылдаса келе, дәп сайлауға бір күн қалған кезде әрбір бақылаушыға жекесіне хабарласып рұқсаттарын алдық. Бақылаушы саны осылай болып тұр. Біз осы санмен
Алматы қаласының бір Алатау ауданын толық 100%-ға жаба алады екенбіз. Бәріміз бір ауыздан, бір үйім, бір үйдің баласындай бәріміз бір ауданды 100%-ға жабайықшы. Қолымызда есесіне бір ауданның 100% протокол тұрады. Яғни бір ауданның пайызын шығара аламыз. Сол кезде үкімет қалған 7 ауданмен өтірік есеп бере алмай қалады. Ол іске асты. Біздің нәтиже бойынша 23% явка. Мысалы 100%-ның 23%-ы сайлауға келді сол күні. Қалған 77% келген жоқ. Соны біз дәлелдей алдық. Тәп сайлау күні де осы ақпараттың көмегі бізде екінші учаскеде біздің бақылаушы дәретханаға кеткен кезде камерасын ақырын қосып кетіп қалады. Қайтып келсе, комиссияның мүшелері өздері дауыс ұрлаған видеоға түсіріп аламыз. Дәп соны ғаламторға саламыз. Оны өзге де журналистер, бақ өкілдері оны жариялайды. Бір кезде сайлау орталығына тапсырма түссе керек. Түскі 1-лердің кезінде келіп, жаңағы учаскенің комиссия мүшелерін ауыстырды. Және ұяшықты 0-ге шығарды. Дауыс есептелмейтін қылды. Ол үлкен нәтиже. Сондай жағдайлар болып жатыр. Әлеуметтік желінің де пайдасы көп. Одан тағы бір нәрсе, биыл мысалға билік өкілдері де көреді ғой. Дәп сайлау күні, дәп сол күні заң бұзушылық бола ма? Бізде заңгерлер бар, мобильный топ деген бар, көлікпен жүреді әрбір ауданда. Солар дәп сол күні акт толтырған кезде бақылаушының жанынан заңдық көмек беріп, дәп сайлау күні де біз сотқа беруге әбден осы жолы дайынбыз. Сайлау күні аяқталмай жатса да, бұзылған актылар бойынша күні бойы соттарға беруге дайынбыз. Бесжан, жалпы сіз бұған дейін бойкотты да қолдадым дедіңіз ғой. Қазір енді тәуелсіз бақылаушысыз. Қазақстанның дәл қазіргі жағдайында осы екі дилеммаға келеді ғой енді адамдар. Қайсысын таңдаймын деген. Біреу бойкот дейді, біреу тәуелсіз бақылаушы дейді, біреу тіпті дауыс беремін дейді. Сонда бізде қайсы тиімді? Бойкот жариялаған ба, жоқ әлде тәуелсіз бақылаушы болып сайлау учаскелеріне барған ба? Мен екеуіне де қарсы емеспін жалпы. Әр адамның өзі таңдау жолы, күрес жолы деп есептеймін. Мен мысалға бойкотты да ұстап көрдік, мұны бақылаушы. Мен бірақ біздің мемлекетке осындай мектептің қалыптасуы өте керек екенін түсінем, білем. Сол үшін сол мектептің бір кірпіші болайын, қаланып жатқан бақылаушылар мектебінің. Өйткені болашақта жалпы сайлау деген ол демократияның, әділ сайлау ол демократияның бастауы, қайнар көзі ғой былай, бастауы. Сайлау әділ болса, халықтың үміткеріне халықтың өзі дауыс берсе, біз соны сол жеңгенін айтып бере аламыз. Болмаса, сол уақыттағы билік өкілі басымдылық дауыс алса, оны да айтамыз. Жалпы бақылаушының рөлі жоғары ғой. Қоғам екі тарапта бақылаушыға құрметпен қарау керек. Сол деңгейге жетуіміз керек деп ойлаймын. Ешқайсы санасып, бақылаушыны әрі-бері тартпау керек. Ол мүлдем тәуелсіз. Түсінікті. Ғазиз апай, сіздің ойыңызша, жалпы бұл жолы тәуелсіз бақылаушылар үлкен бір саяси күш бола ала ма? Сайлаудың нәтижесіне қаншалықты әсер ете алады деп ойлайсыз? Енді үлкен бір саяси күш бола алады, бірақ мен ойлаймын, тағы да 1-2 президенттік сайлау өтсін, содан кейін үлкен саяси күш болады. Қазір енді оптимистік, пессимистік болжау деп айтамыз ба? Енді оптимистік болжауымыз біздің Астананың бүткіл учаскелерін және де Қазақстан бойынша республикалық қоғамдық бірлестік бола отырып 70%-ын жабамыз ба деп соған тырысып қазір әрекет жасап жатырмыз. Ол оптимистік біздің болжауымыз. Ал пессимистік 30%-ын жабатын шығарымыз деп ойлап отырмыз. Бірақ мынау алматылықтар былтырғы осы жаздағы референдум кезіндегі пайдаланған әдісі өте ұнады. Ол нәтижелі болды, ол бір үлкен тәжірибе болды. Саяси үрдіс болды деп айтсақ та болады. Сол осы жақында Алматыда біз тәуелсіз бақылаушылар жиналыс өткізіп, бәріміз бір мәмлеге келдік. Енді бір жоспармен, бір қадаммен жұмыс жасаймыз. Ол қандай екен бұл жерде айта алмаймыз, бірақ сайлау кезінде көресіздер. Мүмкін осы әдіс ары қарай дамып, әділ сайлауға 1-2 сайлаудан кейін мүмкін жеткізер. Қоғамды да, билікті де, қарапайым халықты да сайлаудың маңыздығын түсіндіре білер деп ойлаймын. Өйткені бізге ең бірінші қазір сайлауда бізге көрсетіш керек, шынайы сайлаудың өткенін көрсетуіміз керек. Әрбір хаттамаға
біз сол шынайы өткен нәтижелерін, результат дейміз ба, соларды қоюымыз керек. Сол себептен үлкен күш болуға қоғам әлі аса дайын емес сияқты. Және мынау бойкот деп отқан азаматтарымызға, қоғам белсенділерде мен айтар едім, бойкот ол ешқандай нәтиже бермейді. Қайта бойкот деп алаңда шулағанша байқаушы болып, сайлауға қатысып, өз дауысын ұрлатпай, және де мынандай әртүрлі қитұрқы әрекеттер жасатпауға жол беру керек. Ал жасап атқан болса, ұстап, заң жүзінде прокурорға хабарлап, сол кезекші прокурор болады міндетті түрде сайлау кезінде, және соттарға сайлау участкі жабылмай тұрып, сотқа арызды бере беруге болады электрондық портал арқылы. Мен қазір енді қоғамды сайлауға толыққанды қатысып, расында да тәуелсіз байқаушылар қатарына қосылыңыздар, үлкен күш болуға көмек етіңіздер деп үндеу жариялайтын едім. Жалпы енді бұған дейінгі сайлауда 2019 жылы халық, протесттік көңіл күйдегі халық жүйеге қарсылық ретінде қосановқа дауыс берді. Ол кезде бәріне қарсымын деген графа жоқ еді. Ғалымжан, сіз Фейсбукта сіздің постыңызды оқыдым. Жалпы мен бәріне қарсымын графасына жаппай дауыс беруді қолдаймын дедіңіз. Қазір енді Қосанов сияқты кандидат жоқ. Бірақ қазір де адамдардың арасында мынандай пікір бар. Жигули Дайрабаевқа берейік барлығымыз, сосын сол дауысты жаңағы протесттік дауыс ретінде кейін қорғаймыз деген. Сіздердің ойларыңызша қазіргі сайлауда халық не істеу керек? Сайлау учаскесіне барған кезде кімге дауыс беру керек? Және бәріне қарсымын деген графаны толтыру керек па, немесе сол 5 кандидаттың ішінде біреуін таңдап барлығы соған дауыс беру керек па? Сіздердің ойларыңызша не істеу керек? Енді бюджет саласындағы мен студенттердің кімге дауыс беретіні белгілі қазірден бастап шығып жатыр. Әлеуметтік желілерде студенттерді сайлауға баруға үндеп жатқаны, декандардың, ректорлардың. Ғазиз апай, сіздің ойыңызша не істеу керек халық барған кезде? Енді халық не істеу керек екен, әр адам өзінің таңдауын жасау керек. Ал егер менің жеке басыма не қылса, мен де Ғалекеңмен толық келсе, мен де сол бәріне қарсым деген графаға өз даусымды беремін. Және айнада қасындағы әріптестеріме де сондай кеңес беріп отырмын. Әрине, ол графа ешқандай заңы жоқ, явканы көтереді дейді. Бірақ алайда бәрібірде сайлаудың нәтижесін және қанша пайызбен жеңетін, кім жеңетін бәріміз біліп отырмыз. Бірақ халықтың протестті көңіл күйін билік көру керек. Ол Жигули Дайрабаевқа, Нұрлан Әуесбаевқа, ОСДП-ға берейік дегендер шығып жатыр, әрине. Бірақ әр адам өзі біледі, мен жеке өзім халық барлығына қарсымын, яғни мынау сайлауды мен мойындамаймын, және бұл сайлауда мен бірде-бір қазақ еліне лайықты президент болатын кандидатты көріп отырған жоқпын деген пікірімді білдіремін. Бесжан, сіздің ойыңызша? Мен ешқай кандидатқа үгіт насихат жүргізбеймін. Олардың, Құдайға шүкір, олардың ешқайсының штабынан емеспін. Жалпы енді ол үгіт насихат емес, барған халыққа, протесттік көңіл күйдегі халыққа қандай іс-әрекет жасау керек деген сұрақ қой. Жаңағы Ғазиза апай мен менің пікірім сай келмейді екен. Егер біз шындыққа тура қарауымыз керек те, әзірге біз Алматыда референдум сайлауда 574 участок болса, осы жолы 610. Біз соның 50%-ында қамтамасыз ете алмай отырып, нақты бақылаушыларды әлі қалыптастыра алмай отырып, халыққа жалпы мен дауыс беруге бермей, бірінші бақылаушы мұны қамтамасыз етіп алған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені әлемде саясаткерлерінде сөз бар ғой, сен қалай дауыс бердің емес, қалай бюллетенді санадың, ең маңыздысы осы деп. Сол үшін салынған бюллетенді санап есебін шығару ғой негізгі маңызды нәрсе. Сол мектепті қалыптастыруға көмектескен қалайтын едім жалпы. Бұл сайлауда бақылаушының рөлі бар екен жалпы. Бүкіл қоғам біліп, тым болмаса бөгет жасамасын, ақ ниеттілер көмектесін жалпы, бақылаушылар қатарына қосылсын. Жаңағы бәріне қарсымын деп дауыс беру, ол кешкісін жарайды. Санақта өз бақылаушылар бәріміз білеміз ғой. Кешкісін санаған кезде әрқайсымыз
бәріне қарсы 90% екен деп айттық, ал одан не шығады? Сайлау өтпеді болып есептеліп қалмайды ғой. Ал бірақ ортақ пайыз бойынша халық таңертең келіп, міне бюллетенді алды ма журналға, ол бәрібір пайызға жатады ғой, явкаға. Біз тек пайызын арттырып береміз, ал үкіметке бәрібір ол бір учаскеде 99% адам келіп бәріне қарсымын деп дауыс берді ма, бермеді ма? Мына сайлау 10%, тіпті 1% халық келсе де бәрібір өтті болып есептеледі. Сол үшін бақылау тиімді болады, әйтеуір өз басым соны ғана таңдаймын. Дауыс бермеймін де, өз даусымды да, өзгенің даусын да қорғаймын жалпы. Мен түсіндіре кетейінші, Бекжан, мен сәл дұрыс түсінбеді ау деймін. Бекжан, мен бұл жерде өзімнің пікірімді айттым. Және де әрине бақылаушыларды мен қатарына шақырып отырмын. Ал дәл пікір айту құқығыңызды және де дауыс санаған кезде, мысалы, міндетті түрде билікке халықтың наразылығы жетеді. Түсінесіз ба? Айтады, мына жерде явка әрине жоғары болды, бірақ осының ішінде білемін, что бәріне қарсым деген дауыс берсем де, ол бәрібірде ешқандай заңды түрі жоқ, заң күші жоқ екен, мен оны білемін. Бірақ сонда да қазір түсінесіз ба, біздің қоғамда биліктің өзі бір бетінше бір Қазақстанда өмір сүріп жатқан, біз қарапайым халық бөлек бір Қазақстанда өмір сүріп жатқан, то есть параллельді өмір сүріп жатқан жақтың, параллельный мир дей ме, сондай сияқты тұр. Сол себептен бұл да бір халықтың үндеу ретінде көрсеткіш болатын шығар деген үміттемін мен. Өйткені, Бекжан, бір адам келе ма, 10 адам келе ма, бұл референдум емес, бұл жерде бізде пайыздық көрсеткіш сайлау нәтижесіне ешқандай рөл, ешқандай маңызы жоқ. 600 адам келсе де сайлау заңды болып саналады. Ол референдум кезде 50-ден пайыз асу керек еді. Бірақ халықта өзінің сайлауға деген көзқарасын, сайлауға және сол үміткерлерге деген бағасын көрсеткішінің бірі болар екен деп сөйтіп сол немен айтып отырмын мен. Әрине байқаушы болу керек. Ол сөзсіз сайлауға қатысу керек қоғам. Бәрібірде кім сайланатын білеміз деп үйде жата беруге болмайды. Сайлауға біз билікті де, халықты да, қоғамды да үйретуіміз керек. Сайлау мәдениетін және біздің өміріміздегі сайлаудың саяси бастуда және оның саяси жаңағы құндылығын үйретуіміз керек. Шет қалмауымыз керек мына процестерде біз. Рахмет. Түсінікті. Қабылдан, сіз ойыңызшы. Бұл жерде мен бір нәрсені айтқым келеді. Жаңа айттық қой, біз сайлаудың қалай өткені, біздің алдағы жылдары қалай өмір сүретінімізге тікелей байланысты. Президентті сайласақ, ол қандай саясат жүргізетіні, парламент сайласақ, ол парламент қалай жұмыс істейтіні. Бұл жерде дауыс беру нәтижесі де алдағы сайлаулардың қалай өтетініне тікелей ықпал ете алатын нәрседі. Мысалы үшін мен бәріне қарсымды не үшін таңдау керек дедім. Дәл қазір рас, бұл сайлауда ол ештеңе шешпейді. Бірақ референдум мысалында айтатын болсақ, 50%-дан аспаса референдумге қатысқандар саны өтпеді болып саналады. Дәл осылай. Демек, конституцияға келген кезде біз көпшіліктің жаңағы пікірін ескеретін боламыз да, бәріне қарсымынға келген кезде ол нәрсені ескермейтін болып шыға келеміз. Демек, егер осы сайлауда бәріне қарсымын дегендердің үлесі, мысалы 50%-дан астам болатын болса, немесе соған жуық болатын болса, демек біз алдағы уақытта сайлау туралы заңды өзгертуге бір негіз аламыз. Біз дәл қазір ол ештеңе шешпесе, біз алдағы уақытта бәріне қарсымын дегендердің үлесі мына пайызға жеткен кезде сайлау өтпеді болып саналуы керек деген талаптарды қоя аламыз. Яғни біздің қолымызда бәріне қарсымын дегеннің осы сайлауда нақты пайызы болады, сондай бір негіз болады, сондай талап қоюға. Егер оны қазір протесттік көңіл-күй туралы көбірек айтып отырсыздар ғой, өкінішке орай соңғы жылдары осы тәуелсіз бақылауда кішкене саясиланып кетті. Негізі идеалда бір бейсаяси қозғалыс, бейсаяси құбылыс болуы тиіс еді. Яғни саясаттан тыс тек сайлаудың қалай өткенін бақылайтын бір белсенді азаматтардың тобы деп қарастырсақ болар еді. Енді дәл қазір келетін болсақ, бәріне қарсымын дегеннің үлесі өте көп болса, бұл сайлау өтпеді болып саналуы керек, өйткені мына сайлаудың өткенін қаламайтын елде 40% азамат бар деген сияқты бір қолымызда негіз болатындай әңгіме болар еді.
Ал енді жаңа сіз айтып отырған протесттік көңіл күйді білдіреміз деп 10% Жигули Дайрабаевқа, тағы 10% Салтанат ханымға, тағы 100%, тағы бір 50%, тағы біреуге дауыс беріп жатса, біз ол бәріне осы сайлауға протесттік көңіл күйді біле алмаймыз. Ол жерде өзіңізді алдап керек жоқ. Мына жерде 10% анаған беріпті, 5% анаған беріпті, бәрін құрап, бір протесттік көңіл күйді есептейміз деп. Ол факт бола алмайды. Жалғыз ғана факт болатын нәрсе бәріне қарсымын деген пункт қана. Мен осы тұрғыдан айтып отырмын. Сондықтан бұл сайлауда қандай кемшілік бар? Келесі сайлауға дейін сайлау туралы заңға өзгеріс енгізуге, соны талап етуге қолымызға нақты аргумент болатындай негіздер, дәлелдер осы сайлаудың кезінде қорытындысына көп нәрсе байланысты. Сондықтан мен осы пунктты қолдап отырмын. Рахмет. Жалпы енді біздің уақытымызды жақында соңғы сұрақ деп болыңыздар. Енді сіздерге бір тікелей қатысы жоқ та сұрақ шығар, десе де қояйын. Бірақ 2019 жылғы президент сайлауы кезінде мыңдаған адам алаңға шықты. Өздерінің қарсылықтарын білдіріп, белсенді бойкотты солай жасады олар. Ұсталды, қамалды, үйіне, тіпті алаңға жетпей қамалғандар бар. Одан кейінгі сайлауларда да, митингтерде де осындай жағдайлар қайталанды. Қалай ойлайсыздар, жалпы осы биылғы сайлауда халық алаңға дәл сондай мөлшерде шыға ма? Жоқ әлде қаңтар оқиғасынан кейін халықтың алаңға, митингқа деген бір үрейленіп қалды ма? Бесжан, сіз енді митингқа жиі шығып жүрген азаматсыз, сізден бастайық. Алдағы митинг қалай өтетінін осы соңғы митингке қарап білуге болатын шығар. Республика күнінде тағы да оппозиция өкілдері бар, елдегі тәуелсіз журналистке дейін халықты митингке шақыруға үгіттеді ғой, наразылыққа. Енді бірақ нәтижесін білеміз. Менің өзімді аялдамадан қолды қайырып учаскеге алып кетті, мысалы. Дәп сол күні ровд-да болдым кешке дейін. Сол кезде алаңға шыққан адамдармен жалпы сол күні енді Алматыда бәріміз бір-бірін танимыз. 30-дай адам жаңағыдай үйінің алдында күзетіліп, болмаса ровд-ларда отырған екен. Сол адамдар бар, одан жалпы жағдайлар көп. Митинг болатын жерден автобуспен әрлі-бері өтеді. Адамдар бар ма, жоқ па деген. Енді ол адамдар да 30-ға жететін шығар енді үйтіп жүргендерде. Сол әрі кетсе 60-100 адам деп нақты ылғи шығып жүретін адамдар сондай өзі жалпы. Ал бірақ халыққа ешқайсымыз енді пайыз бере алмайтын шығармыз, осынша халық шығуы мүмкін, шықпауы мүмкін деп. Бірақ бәрібір наразылық болады. Кетлікте болуы мүмкін, ондай да болды ғой біздің елде практикада. Бірақ мен кейде ойлаймын, сайлауда 70%, 80% халық келмейді ғой дауыс беруге. Сол адамдардың басым бөлігі осы жүйеден ешқандай үміт күтпейді, және сол адамдардың барлығы мен үшін бір наразы топ болып көрінеді. Ол адамдар кез келген уақытта шығуы мүмкін, бір табиғи сел сияқты. Ол үшін болжап біле алмайсың қанша адам митингке шығуы мүмкін деген. Бірақ шығуға миллион себеп бар. Әр адамның өз еркі жалпы әрі қарай. Бұл жолы сайлауда да наразылық болады дейсіз халық алаңға. Ғазиз апай, сіздің ойыңызша? Айта беріңіз, естіліп тұр. Ғазиз апайдың интернет дұрыс болмай қойды ғой. Ғалымжан, сіз айта беріңіз ойыңызды. Маған сұрақ. Ғазиз апай, негізі сізге қойылған сұрақ. Сіздің ойыңызша осы жолғы сайлауда халық алаңға шығады деп ойлайсыз ба? Осы жолғы сайлауда халық алаңға шығады деп ойлайсыз ба деп қойып жатсыз сұрақты? Әбден мүмкін. Шығуды әбден мүмкін. 2019 жылдағыдай мыңдаған халық шыға ма, немесе оның енді санын дөп басып айту қиын ғой, жалпы қалай болады деп ойлайсыз? Жоқ, мыңдаған адам шықпайтын шығар. Бірақ енді қалай әр жерде енді топ-топ болып шығу мүмкін, наразылығын білдіру үшін сайлауға. Түсінікті. Ғалымжан, сіздің ойыңызша? Жалпы
осы 2019-дан бері қарайтын болсақ, бізде митингтің болмау ықтимал болжау ең қиын нәрсе деп ойлаймын. Қателесу ықтимал өте жоғары. Неге? Өйткені көбінесе біз митингтерді, сондай бір активизмді сайлаумен байланысты қараймыз да, сайлаудан кейін болуы мүмкін ба, сайлаудың қарсаңында болуы мүмкін ба, қаңтар оқиғасы ешқандай сайлаусыз болды ғой. Және ол жаңағы айтып отырсыздар ғой, қанша адам шығуын білмейміз деп. 20 адам шығуы мүмкін, арты 20 мыңға ұласуы мүмкін. Өйткені неге біз қаңтар оқиғасы шындап келген кезде бір аймақтан ғана басталды ғой, басында Маңғыстаудың бір аймағында, мысалы Жаңаөзенде, ақырында бүкіл республикаға тарап кетті. Өйткені бұл бір жағынан қолдау, бір не емес, болысу ғана емес, проблемасы ортақ бәрінің проблемасы ортақ. Сондықтан кез келген жағдай, қай кезде дәл менің айтқым келіп отырғаны сол, мәселе қанша адам шығатында емес бастап, оның неге ұласып кетуінде, масштабын айтып отырмын. 20 адам шығып 20 мың болып кетуі мүмкін. Немесе бірден 20 мың шығуы мүмкін, бірден ешкім шықпауы мүмкін. Сондықтан митингтерді, және бір нәрсені байқасақ, 2019-дан бері қарай, қазір 3 жыл болып бар жатыр ғой, 3 жылдан асып бар жатыр. 3 жылдағы митингтердің саны мен 19 жылға дейінгі митингтердің санын қарасаңыз, соңғы 3 жылда өте көп болған. Митингтердің саны, жаңағы көлемі ғана емес, саны да қатты артты. Себептері өте көп. Қоғам қатты саясиланып кетті. Сондықтан кез келген себеппен, кез келген момент бұл сайлауға қатысы жоқ себептермен де шығып кетуі мүмкін. Сондықтан дәл қазір әбден мүмкін. Ол ықтимал бар деп ойлаймын. Жаңа митинг деп айтып жатсыз, түйін ретінде қоса кетейін сіздің сөзіңізге. Жалпы мен осыдан бір ай бұрын ба бір статистика оқыдым, бір халықаралық ұйымның атын ұмытып тұрмын қазір. Осы орталық Азиядағы митингтердің 80% Қазақстанда өткен екен соңғы жылдардағы. Жалпы енді уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар, жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Рахмет. Әділ сайлау болатын күнге жетейік. Рахмет барлығыңызға, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.